Биыл Алаш арысы көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері Нығмет Нұрмақовтың туғанына 125 жыл толып отыр. Осы орайда кітап құмар қауымның назарына саяси ерік-жігерін ұлт қызметіне арнаған тарихи тұлғаның шығармалар жинағы атты кітабын оқуды ұсынамыз. Нығмет Нұрмақұлы Нұрмақов 1895 жылы 25 сәуірде Семей губерниясының Қарқаралы уезіндегі Қаратау ауылында дүниеге келген. Ауылдық бастауыш мектепте сауатын ашып, Қарқаралы уезінде 2 кластық училищені 1911 жылы үздік бітіріп, Омбыдағы мұғалімдер семинариясында оқыған. 1915 жылы Қарқаралыда мұғалім болып оқу-ағарту ісінің негізін қалады. Ана тілін көтеру, тіл мәртебесін биіктету жолында қыруар жұмыстар жүргізді. 1937 жылы 3 маусымда Мәскеудегі пәтерінде тұтқындалып, 27 қыркүйекте ату жазасына ілінді. 1956 жылдың 11 тамызында толық ақталды. Ұлттық негіздегі жаңа мемлекеттік жүйе қалыптастыру, белгіленген басым бағыттарды ілгері дамыту жолында жариялаған баяндамалары келтірілген. Жас Қазақ Республикасын құрып, оны дамытып, нығайту, көркейтуде Қазақстан құрылысы атты ауқымды баяндама жасаған. Бұл еңбекте ауыл шаруашылығының құлдырауы, оны дамыту, туындаған қиындықтар мен қол жеткізген табыстар, жер мәселесі, егістіктерді өркендету, ел шаруашылығын көтеру, мақта кәсібі, астық егістігі мен шикізатты меңгеру сияқты маңызды мәселелер қамтылған. Сталиндік жүйенің құрсауында тағдыры шешілген зиялы топ өкілінің күрескерлік жолы мен елімізді өркендетудегі еңбектері, қазақ және орыс тіліндегі мақалалары, баяндамалары топтастырылған осы кітап пен Алаш арысы туралы басылымдармен таныстыратын екі тілдегі жалпақ және Braille қарпіндегі «Сүйер ұлың болса сен сүй» атты библиографиялық құралды оқып, Алаш арысын саңғырынан тани түсіңіздер.